Қайырлы күн, аман есенсіздер ме? Қымбатты қазақ елі, қымбатты менің көрермендерім. Мен бүгін мына бақ-бақтың емдік қасиеттерін естіп жатсыздар ғой. Енді мына кешек қаптым да, соған күліп жатырмын. Кешек қаптым, көбі мынандай үлпілдек гүл ашып кетіпті. Ол жарамайды. Негізінде баяғыда жас уақытта қайнатып көргенбіз. Тосап, варенье қайнатып көргенбіз. Мен қазір бал емес, тосап қайнатып көрейін деп жатырмын. Мына бар тапқаным мынау. Енді соған мына өзегінде қосып қайнатып көрейін деп жатырмын. Мынау енді мынандай үлпілдек ашып келе жатыр. Бұның керегі жоқ. Бұның бастарын кесіп алып тастаймын былай. Енді өзегінен біраз қосайын деп тұрмын. Қазір жапа тармағай бақа-бақтың несі болып жатыр. Әр нәрсе өзінің уақытысымен ғой. Бұл сезонын өткізіп аптым мен, кешігіп қалдым, әне-міне деп жүргенде. Бұл көп ауруға ем екен. Арнайы өсіреді мына Қытайда. Гектар тағы бір шет мемлекеттерде өсіреді. Көргем TikTok'та кәдімгі арнайы культиватор жүргізіп, мынандай үлпілдектерін кәдімгі неме қоқыс соратын немен насоспен сорып алып тастайды. Олар тамырынан бәрінен дәрі жасайды. Мыналары уақыт мезгілі асып кеткен, сондықтан мен мына үлпілдек болайын деп тұрған, алып тастайын деп тұрмын. Мен де істеп қалайын деп тұрмын. Соңғы болса да. Жас уақытта баяғыда бір жеңгелеріміз өстіп басқа ұлттардан көрген ба, журналдан көрген ба, соны көріп бізде қайнатқанбыз. Өте жақсы болады мынаның ес. Варенье дейміз ғой, тосабы. Енді бұл бүйтіп орташа кесіп алайын деп тұрмын. Жуып тазаладым, 2-3 рет. Енді менің уақытым жоқ бұны суткалап қойып қоюға. 24 сағат, 12 сағат қойып қояды екен кейбіреулер. Тамыры тіпті өте керемет емге қолданады екен қытайлықтар. Көптеген ауруға, буын ауруларына, жүрек ауруына, қан тамырларының жақсы жұмыс істеуіне. 80-нен былай қарай кішкене қиыншылық заман болды ғой, сол кезде көп нәрсе дүкендерде жоқ бола бастады. Шемішке егетін біз сол шемішкенің дәнінен халва жасадық. Қызық. Ол да кәдімгідей енді тура халва болмаса да, халваның дәмі шығып ерекше жақсы болады. Енді мен екеуін араластырамын. Араластырып алып, бұны суға жарты сағат қайнатайын деп тұрмын. 1 литр су құйып, жарты сағат қайнатайын деп тұрмын. Енді бұны сүзіп алып, суыта тұрамын. Суытып, мынаны қысып, сөлін шығару керек. Міне қымбатты көрермендер, мен жаңа қайнатқан бақ-бақтың өзі мынау сөлі, мына жерде қант, құмшекер, шекер. Енді мына бақ-бақтың сөлін сығып алайын деп тұрмын. Келесі кезекте қантын қосамыз, бірге бір қосылады. Бағана бақ-бағым сол 500 грамдай, құмшекерді 500 грамм. Дайын болғанша қайната беремін. Лимон турап қосу керек. Мен жарты лимон қосайын деп жатырмын. Немесе лимон и кислота тамызуға да болады.
Міне қымбатты көрермендер, жарты литр де толмай қалды. Бісміллә. Лимонын сүзіп алып тастадым. Кейін ұмытып кетіп, кейін қостым. Негізі бірден бақ-бақты шылағанда қосу керек. Тамаша, көрінісі керемет. Бісміллә деп балымды көрейін міне. Кәдімгі балға ұқсайды екен, керемет. Бұны енді тұмау тигенде, ауырғанда сонда шайға қосып ішеді екенсіздер. Бүгінгі күнім бақ-баққа арналып жатыр. Міне өзегін, бұны кептіріп, бұны тура қыздырылған духовкаға 100 градусқа 20 минутқа кептіріп алуым керек болып тұр. Бұны шай жасаймын. Қытайлар тамырынан кофе, өзегінен шай жасайды екен. Менің үлгергенім сол ғана болып қалды, сондықтан бақ-бақтан көп істей алмай қалдым. Уақыт сазып. Бақ-бақты турап болдым. Енді духовкаға салып, әсел пешке кептіріп аламын. 90-100 градусқа болады. 15-20 минут жетеді. Міне менің кептірген бақа-бақтың өзегі міне. Соны шайға дайындаған. Осындай ақ шықты міне. Мен сіздерге енді бұны салып, ішіп көрсетейін. Міне, шай сияқты шығыпты. Тағы тұрса, жаңағы қайнатқан осы бақ-бақтың балынан қосып, міне. Міне дайындалған чай. Егерде менің бақ-бақтан жасаған тосабым ұнап жатса, бақ-бақтан дайындаған шайым ұнап жатса, пікірлеріңізді жазып, лайктарыңызды басып, өздеріңіз тағы да маған айтатын, сіздердің де басқаша осындай дайындайтын шайларыңыз болса, айтсаңыздар жақсы болар еді. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.